Электр өрісі. Қандай да бір зарядтың айналасында электр өрісі пайда болады. Электр өрісін біз күш сызықтармен көрсетеміз. Мысалы, күш сызықтардың қасиеттері, күш сызықтар 10 зарядта басталады, теріс зарядта аяқталады. Күш сызықтар әрқашанда өткізгішке перпендикуляр түседі. Мысалы, мынаны көрсек, 10 зарядтан күш сызықтар шығады. Теріс зарядта күш сызықтар аяқталады. Мысалы, қарамар зарядтың екеуінің арасындағы электр өрісін келесі түрде көрсетуге болады. 10 зарядтан шығып, терісте аяқталады, осындай сурет пайда болады. Бұл сурет деген екі заряд бір-біріне тартатынын көрсетеді. Мысалы, аттас зарядтардың электр өрісін қарастырайық. Аттас зарядтар екеуінен де электр өрісі шығады, электр өрістер ешқашан бір-бірімен қиылыспайды. Сондықтан бұл екі заряд бір-біріне тебеді. Тура солай екі аттас теріс заряд қарастыратын болсаң, электр күш сызықтары кіреді де, бірақ олар бір-бірімен қиылыспайды. Қиылыспаған үшін бір-біріне тебеді. Екі параллель пластина арасындағы электр өрісі қарастырайық. Бірінші пластина 10 зарядталсын, екінші пластина теріс зарядталсын. Арасында бір-біріне параллель күш сызықтар пайда болады. Енді осы үш күш сызықтардың орналасуы бізге электр өрісінің түрін көрсетеді. Мысалы, мыналар радиалды электр өріс болады. Мысалы, мынау болса, егер күш сызықтар бір-біріне параллель болса, ол біртекті электр өрісі болады.